белгілі генерал Сухиновтың есімімен Сухиновка ауылының аты қалыптасқан. Орта Азия халықтарынан салықты осы жинаған екен. 1927-1930 жылдар аралығында жүргізілген коллективизация жаппай ұжымдастыру нәтижесіне осы жерде 3 колхоз құрылды. Олар Октябрь колхозы, Қызыл еңбек және Ворошилов атындағы колхоздар. 1950-1952 жылдар аралығында кіші колхоздарды іріктеп, бір ұжым Ворошилов атындағы колхоз ұйымдастырылды. 1957-1958 жылдар аралығында Ворошилов атындағы колхозы Жданов атындағы колхозға, ал 1989 мен 1990 жылдар аралығында Абай атындағы колхозға өзгертілді. 1957-1958 жылдары алғашқы ауыл клубы салынған. Осы жылдары Матвей селосында Қызылжар МТСі ашылып, оның директоры Браилов деген кейін духовняк болған. 1961 жылы МТС СПТУ 64 деп аталып, оның директоры Журавлев болған. Ал 1977 жылы СПТУ 64 Хромтау қаласына көшірілген. 1962 жылы алғашқы 8 жылдық мектеп ашылып, оның директоры Кравцова Валентина Павловна болыпты. 1980 жылы ауылымызда алғашқы рет Солнышко балабақшасы ашылып, оның алғашқы меңгерушісі Сесенова болған. 1981 жылы егіннен мол астық алып, ауылға Дін Мұхаммед Қонаев ағамыз да келген болатын. 1985 жылы жаңа орта мектеп ашылып, оның директоры Сатмағамбетова ханым болған. Колхоздың атауы өзгеруімен қатар, ауылдың да атауы Абай ауылы деп өзгерді. Ал селолық советтің орнына Абай селолық округі орнатылды. Оның құрамына Аралтөбе, Жарбұтақ, Сарымырза ауылдары кіреді. Округ орталығы Абай ауылы болып саналады. 1997 жылы Абай атындағы колхозы Жаңа өмір өндірістік кооперативіне өзгертілді. Кейін Жаңа өмір жеке шаруашылық серіктестігіне өзгертілді. Одан кейін бірнеше жауапкершілігі шектеулі серіктестіктеріне болып бөлініп кетті. 1936 жылы Черкасск селолық советі құрылды. 1953-1954 жылдары алғашқы 7 жылдық мектеп ашылып, оның директоры Онегина Зинаида Михайловна болды. 1954 жылы колхоз миллиондаған астық жинап, мемлекетке тапсырып, жылдық жоспарын аса орындаған. Осы кезде колхозға тың жерлерін игеру мақсатымен көптеген мамандар, жұмысшылар келген. Осы жағдайлардың ықпалымен ауылымыздың өмірі бірден жақсы жағына өзгеріс алды. Өзіңе барып, қуып сағымды іздеймін бала, балғын шағымды ауылым аңсадым, әппақ тағымды, тұнық кешіңді, алма бағымды, өзіңе барып, қуып сағымды іздеймін бала, балғын шағымды